Қайырлы күн баршаңызға, құрметті көрермендер. Менің есімім Зарина, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен пешсіз, сливкисіз, бар жоғы 30 минутта дайын болатын ерекше торттың рецептімен бөлісіп жасап көрсетемін. Тортқа қажетті заттардың барлығына видеоның астында описание бөліміне жазып қалдырдым. Видеоны өткізіп жібермей, соңына дейін қараңыздар. Тортымыздың қамырын дайындаймыз. Ыдысымызға 3 жұмыртқаны саламыз, 100 грамм қант саламыз. Миксермен немесе венчиктің көмегімен де араластыруға болады. Жақсылап араластырамыз. Жиырма 25 грамм жұмсақ сармайымызды саламыз. Араластырамыз. 450 грамм ұнымызға 1 шай қасық қопсытқыш салып, електен өткізіп отырып саламыз. Венчикпен араластырамыз. Ұнымызды аз-аздан салып отырамыз. Енді қолымызбен қамыр болғанша араластырамыз. Қамырымызды қолымызбен осылай жақсылап басамыз. Сол кезде өзінің формасын ұстап, жақсылап бірігеді. Қамырымыз дайын болды. Енді пакет кидіріп 10 минутқа қойып қоямыз. Он минуттан соң алып, қамырымызды бөліктерге бөліп шығамыз. Менде 8 бөлек қамыр шықты. Қамырымызды бөлектерге бөліп болған соң, қолымыздың көмегімен осындай домалақ формаға келтіріп аламыз. Қамырымызды осылай біреуден алып, жайып шығамыз. Екі жағына да үн сеуіп, оқтайдың көмегімен жұп-жұқа қылып жаямыз. Қамырымды жұқа қылып жайып алдым. Енді 24 сантиметрлік кольцоның көмегімен осылай кесіп алдым. Сіздерде кольцо болмаса, қарапайым үлкендеу тарелкамен кесіп алсаңыздар болады. Олай шетіні кескенімнің себебі тортымыз домалақ болып әдемі болып шығады. Тортымызды қызып тұрған табада ешқандай да май құймай, екі жағында қызартып пісіріп аламыз. Астыңғы жағы піскен кезде осындай бетінде шариктар пайда болады. Сол кезде екінші жағын аударып пісіреміз. Шамамен 2-3 минутта піседі. Қарап тұрыңыздар, әйтпесе торттарыңыз күйіп қалуы мүмкін. Қалған кождарымызды да 2-3 минуттан екі жағын да қызартып пісіріп аламыз. Видеом ұнап жатса, лайктарыңызды аямай, лайк басып, комментария жазып, каналыма тіркеліп, қолдап кетіңіздер.
Кождарымыздың барлығын пісіріп болдық. Енді кремін дайындаймыз. 800 грамм сметанаға 100 грамм қант ұнтағын салып, осылай шаншқының көмегімен араластырамыз. Егерде сметана болмаса, бұл тортқа қайнатпалы кремді қолдансаңыздар болады. Ол кремді өте жақсы үйлеседі. Тортымызды мен кальциямен жинадым. Кальция болмаса, жай ғана жинай берсеңіздер болады. Кремімізді үлкен қасықта 2 қасықтан салып отырып, жағып шығамыз. Арасына мен осылай бананды қойып шықтым. Сіздер қалаған жеміс-жидектеріңізді қойсаңыздар болады. Немесе салмай қойсаңыздар да болады. Бұл маңызды емес, өздеріңіздің қалауларыңызша. Барлығын осылай бір келкіде жинап аламыз. Бір кожымызды бетін әсемдеу үшін алып қаламыз. Тортымызды жинап болдық. Холодильникқа кремі қату үшін 5-10 минутқа қойып қоямыз. 10 минуттан соң осылай кальциямызды шешеміз. Егер сіздер кальция қоймаған болсаңыздар, бірден барлық кремін жан-жағына жағып шығасыздар. Мен осылай кальцияны шешкеннен соң артылған креміні осылай жан-жағына жағып шықтым. Тортымызды өздеріңіздің қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Мен осылай кокосовый стружканы бетіне сеуіп шықтым. Піскен кождарымыздың біреуіні алып, жақсылап майдалап, осылай жан-жағына сеуіп шықсақ та болады. Тортымызды әсемдеп болғаннан соң холодильникқа 2-3 сағатқа қойып қойсаңыздар, кремі толықтай сіңіп, тортымыз жұмсақ болып шығады. Мінекей тортымыз дайын болды. Ерекше дәмді болып шығады. Менің отбасыма қатты ұнады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазып кетіңіздер.